Назар аударыңыздар, егер де араларыңызда вегетарианецтер болса, алдын ала кешірім сұраймын. Өзім етті жақсы көргендіктен осы шығарылымды жасауға бел будым. Неміс овчаркасы, британ мысығы, араб жылқысы. Ал сіз Қазақстанда да жануардың ерекше бір түрін шығарғанын білесіз бе? Және оның аты қазақ ақбас. Орысшасы казахская белоголовая. Айтпақшы, шетелде осы ерекше малды қалай атаған жөн деп ойлайсыз? Қазақ ақбас па, әлде казахская белоголовая? Бірақ барлығын асықпай түсіндірейін. 1000 жыл бұрын біз көшпенді өмір салтын жүргіземіз және біз өз етімізді жейміз. 500 жыл бұрын ет. Біздің ең басты тамағымыз ет. 70 жыл бұрын біз сиырлардың қазақ ақбас атты жаңа түрін шығардық. Енді бүкіл одақты жақсы етпен қоректендіреміз. 1990 жылдары біз өз етімізбен қатар шетелден әкелінген етті де жейміз. Не? Қазір бәрін түсіндіремін. Қазақтар ежелден бері көшпелі және жартылай көшпелі өмір салтын жүргізген. Ал көшпенділер үшін ең маңыздысы осы арнаға қажетті лайк та емес, коммент та емес, жазылу да емес. Ең маңыздысы ол мал мен жер. Үлкен жер, шөпі мен суы бар жер. Яғни көшпенділер малға ыңғайлы жерге көшіп қонып жүрген. Сол үшін де қыстау, көктеу, жайлау, күзеу деген терминдер бар. Қыстау деген қыста мал жайлатын жер. Көктеу көктемде, жайлау жазда, күзеу күзде. Бірақ қазақтар отырықшыда өмір салтын жүргізген. Ірі қалаларда болған. Олар Тараз, Отырар, Түркістан, Сайрам, Сарайшық, Имақия, Бозоқ және тағы басқалар. Бірақ ол жайлы келесі рет. Бағына айтып өткенімдей, қазақтар көшпелі өмір салтын жүргізген. Ойлап қарасаң, бәрі идеальны. Тамақ та бар, үй де бар. Бірақ кей кездері өте қорқынышты кездер болды. Жұт. Не деп айттың? Жұт. Ойбай, ол айтпа. Бұл өте қорқынышты сөз. Ал Волан-де-Морт деп айтуға бола ма? Осында болады. Гарри Поттерде болмайды. Мұнда жұт деп айтуға болмайды. Шынымен де жұт деген жаман. Жұт деген малдардың жаппай қырылуы. Бұған бірнеше себеп бар. Ең жиі кездесетіні қысқы жұт. Қысқы жұт кезінде жайылымдар жерін көк мұз басып, малдардың көбісі ол мұзды жара алмай қырылады. Жазғы жұт та болады. Жазда жаңбыр болмаған кезде жайылымдар құрғап, малдар басқа жерге көшуге мәжбүр болады. Соның кесірінен салмақ пен санын азайтады. Жұт деген өте қорқынышты. Тіпті сіздерге интернетті бір жылға өшіргеннен қарағанда миллион есе қорқынышты. Ол Головкиннің жеңілісінен де қорқынышты. Головкинді қойш, ол тіпті бір жыл бойы жалақы алмағаннан да қорқынышты. Оған дәлел ретінде 1890 жылдары тек Торғай облысында жұттан 1,5 миллион басы мал қырылды. Осындай қиын жағдайларда суық пен ыстыққа төзімді қойлар мен жылқы түйелер ұстаған. Сиырларды сонша көп ұстаған жоқ, бірақ олар да өте төзімді болған. Бұл әрине плюс, бірақ олар көшпелі өмір салты үшін көп сүт пен ет бере алған жоқ. Бұл проблеманы 20 ғасырдың басында шешті. Оны шешу үшін Герефорд атты сиырды алған. Оларды басында Англия мен Уругвайдан әкелсе, кейін Канада мен ақш-тан әкеліп, біздікілермен шағылыстырған. Сіздерде неліктен Герефордты жай ғана осы жерге әкеліп тастамады деген сұрақ туы мүмкін. Себебі шетелдегі мал біздің мал ұстау жағдайларына шыдамаушы еді. Так, жергілікті сиырлар өте төзімді және қыстан кейін қалпына тез келеді. Бірақ еті аздау. Ал Герефордта еті көп, сүті де бар. Сонда екеуін шағылыстырсам, суықты да, біздің жайылымдарына да шыдайтын етті сиыр болуы керек. Бәрі сәтті өтті. Вау, сонымен қоса өте дәмді. Дәл осылай қазақ ақбас атты ерекше сиырды шығарған. Ол біздің климатқа да, жайылымдарға да қолайлы болды. Оған қоса еті көп болды. Саған суық емес пе? Жоқ, маған суық емес. Мамаға тартқам. Оғында үлкенсің. Себебі ол жағына мен папаға тартқам. Қазақ ақбас тұқымын белсенді түрде 1930 жылдары шығара бастады. Ал 1950 жылы ресми түрде оны қазақ ақбас деп атай бастап, ол тұқым бүкіл елге жайыла бастады. Жаңа тұқымның ет сапасы да жоғарылай берді. Қазақ ақбас еті жақсы мәрмәрлығымен ерекшеленеді. Еті жұмсақ әрі өте дәмді болып келеді. Дәмділігі соншама тіпті бірінші дәрежелі, яғни ең жоғары сапалы ет болып саналады. Тоқта, егер осындай керемет тұқымды шығарсақ, ендеше 90 жылдары ет неге шетелден әкелінді? Қазір бәрін түсіндіремін. Басында бәрі тамаша еді. Бірақ 1951 мен 1964 жылдардың аралығында Қазақстанның шаруашылық бағыты сүт шаруашылығына қарай өзгертілді. Сүтті тапсыру жоспарын орындау үшін көптеген шаруашылықтар етті тұқымдарды сүтті тұқымдармен шағылыстырған. Алайда 1964 жылдан бастап бәрі өз орнына келді.
Қазақ ақбас сиырдың саны өсіп 1990 жылы 1.200.000-ға дейін жетті. Көрдің бе, бәрі жақсы, сен мені болсаң қорқытып, бірақ кейін осындай жағдай болды. 1991 жыл. Кеңес одағы ыдырады, енді қайтеміз? Кім жалақы төлейді? Кім жоспар береді? Не жейміз? Қандай әдемі? Идея! Сол кезде кеңес одағы ыдырап, үлкен бір жүйе құлдыраған. Елестетіп көрші, бір жүйемен өмір бойы өмір сүріп келе жатқанда бац, бәрі өзгерсе. Хей, сәлем, сенің сиырың ба? Күрішке ауыстырасың ба? Ауыстыру? Жоқ, жоспар бойынша, бірақ менде ешқандай жоспары жоқ қой. Яғни өз еркімен ауыстыра аламын ғой. Ауысайық. Осылайша қазақ ақбас саны күрт азайған екен. Мысалы, егер 90 жылдары 1.200.000 болса, 2010 жылы шамамен 75.000 бас қалған. Арғыры не болған? 2010 жылы шамамен 75.000 бас болса, кейін қазақ ақбас тұқымының республикалық палатасы құрылып, бүгінгі күні қазақ ақбас сиырдың саны шамамен 360.000-ға жетті. Қазақ ақбас тұқымының 70 жылдық мерейтойы жылында. Бұл тұқымның маңыздылығы мен ерекшелігі соншама, тіпті қазақ ақбас тұқымының республикалық палатасы да бар. Олар тек селекциямен ғана емес, сонымен қатар бұл тұқымда көпшілікке насихаттаумен айналысады. Олардың сайты мен әлеуметтік желілерде парақшалары бар. Бұған қатты риза болдым. Қазақ ақбас тұқымының тарихы голливудтық блокбастерлерге келеді. Оларды халық аш қалмасын деп ойлап тапқан. Олар болса ел үмітін ақтап отырды. Бірақ 90 жылдары олардың саны азая бастады. Алайда олар жоғалып кеткен жоқ. Керісінше көбейе де бастады. Аман қалған қазақ ақбас. Мінеки, сіздер үшін осындай қысқа да қызықты тарих. Осы әңгіме арқылы бізде де мақтан тұтарлық мал бар екенін және оны дамыту керек екенін біліп отырмыз. Тек дұрыс тәсілдеме болуы қажет. Рахмет, сіздермен болған тарих марих. Адалдық берсін асына, амандық берсін басына. Пака-пака дей бермей, бердім бата соңында. Әумин.